Дамыған цифрлық технологияның өсуімен еңбек нарықтары күрт өзгерді. Эндрю Макафи мен Эрик Бринолсон «Машинамен жарыс» кітабында айтылған. Біз технологиялар жоғары жылдамдықпен дамып, қарапайым жұмысшылардың дағдылары артта қалып жатқан уақытта ұлы қайта құрылымдау дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл адами және технологиялық ресурстар арасында алшақтық тудырады, және бұл жұмыс берушілердің адамдарға қарағанда ақылды машиналарды жалдайтынын білдіреді. Жақсы жаңалық, көптеген адамдардың осы жаңа экономикалық дәуірде жұмыстан шығып кетуі қаупі болса да, жеңіске жету мүмкіндігі жоғары жұмысшылар топтары әлі де бар. Бұлар жоғары білікті жұмысшылар. Бұл күрделі машиналармен жұмыс істей алатын және құнды нәтижелерге қол жеткізе алатын жұмысшылар. Мұндай жұмысшының тамаша үлгісі американдық статист Нейт Силвер. Ол көп оқуды қажет ететін стейт жүйесі арқылы деректерді талдап, болжам жасайды. Ол сияқты адамдар үшін машиналар кедергі емес, ол тек мақсатқа жетуге көмектесетін құрал. Электронды пошта және виртуалды жиналыс бағдарламалық құралы кеңсеңіздің компьютерлерінде тұратындықтан ең жақсы жұмысшыларды жалдауға мүмкіндік береді. Мысалы, егер сізге бағдарламашы қажет болса, сіз әлемдегі ең үздіктердің бірі Дэвид Хансонды жалдай аласыз, және оның басқа континентте болуы сіздің компанияңыз үшін кедергі болмайды. Ұлы қайта құрылымдау бұл капиталға ие болу үшін қолайлы уақыт. Цифрлық технологиялар адам еңбегіне деген қажеттілікті азайтады. Сондықтан интеллектуалды машиналарға инвестицияның маңыздылығы артады. Ньюпорт айтқандай, үлкен көлемдегі капиталды жасаудың құпия оңай жолы жоқ. Дегенмен, қалған екі санат салыстырмалы түрде қолжетімді. Сіз жаңа машиналармен қалай шығармашылықпен жұмыс істеу керектігін және өз салаңыздың сарапшысы болуды білуіңіз керек. Осылайша, ол жаңа экономикада өркендеу үшін қажетті екі қабілетті анықтайды. Бірінші, қиын нәрселерді тез меңгеру. Технологиялар тез өзгереді, сондықтан сізге қиын істермен айналысу ғана емес, сізге үнемі үйренуге және оны тез қайта-қайта жаңғыртуға тура келеді. Екінші, элиталық деңгейде шығару мүмкіндігі. Дағдыларды меңгеру ғана жеткіліксіз. Ньюпорт бұл екі қабілеттің терең еңбексіз дамуы мүмкін емес екенін және бұл оны жаттықтыруға маңызды себеп екенін түсіндіреді. Бұл негізгі қабілеттерді қалай дамытуға болады? Міне, біз осы кітаптың негізгі тезисіне келдік. Жаңа сипатталған екі негізгі қабілет сіздің терең жұмысты орындау қабілетіңізге байланысты. Егер сіз осы негізгі дағдыны меңгермеген болсаңыз, қиын нәрселерді үйрену немесе элиталық деңгейде нәтиже шығару үшін күресесіз.